Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз ұнсыз жасалатын овсянка печеньесін жасаймыз. Ең алдымен видеоның соңына дейін қарап, подписаться кнопкасын басып кетіңіз. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқа, 100 грамм қант салып жақсылап араластырамыз. Үстіне қопсытқыш, 20 грамм крахмал, ванилин, шым-шым тұз салып араластырамыз. Үстіне 100 грамм сұйық май құйып араластырамыз. Жүз 70 грамм овсянканы блендерге салып ұнтақтаймыз. Ұнтақталған овсянканы қоспамызға салып араластырамыз. Араластырып болған соң табамызға қасықпен салып шығамыз. Қалауларыңызға қарай үстіне шоколад қойсаңыздар болады. Шоколад қойып болған соң пешімізге 180 градуста 15 минутқа пісіріп аламыз. Біздің овсянка печеньеміз дайын. Егер видео сізге пайдалы болса, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Ардақ.